Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы статистикалық бақылау. Жоспарымыз статистикалық бақылауды ұйымдастыру формалары, статистикалық бақылау түрлері, статистикалық бақылаудың тәсілдері, статистикалық бақылау бағдарламасы, статистикалық бақылау мәліметтерін тексеру. Статистика тәжірибесінде жүргізілетін әртүрлі зерттеу жұмыстары өздерінің істелінетін сатыларына және жүйелеріне қарай үш кезеңге бөлінеді. Олар статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәліметтерді жинау, статистикалық бақылаудың нәтижесінде жиналған мәліметтерді өздеріне тән нышандарына қарай бір жүйеге келтіріп жинақтау және оларды өңдеу, топтау. Жиналған мәліметтерді талдау, қорытындылау және зерттеу нәтижелерін тұжырымдау. Біз бұдан статистикалық бақылау, статистикалық зерттеудің бастапқы кезеңі екенін көріп отырмыз. Шындығында да статистикалық бақылаудың нәтижесінде қоғамдық құбылыстар мен процестер және объекттер жайында үшінші кезеңінің негізін қалаушы болып табылады. Сондықтан статистикалық бақылау арқылы жиналған мәліметтер жоғары сапалы, нақты, шындықты көрсететін және әдістемесі дұрыс болуы керек. Демек, әртүрлі фактілерді есепке алу және бастапқы мәліметтерді жинау ғылыми ұйымдастырылған жүйеде жүргізілуі тиіс. Статистикалық бақылау деп қоғамдық өмірдің көптеген құбылыстары мен процестері туралы бастапқы мәліметтерді алдын ала жасалынған бағдарлама бойынша ғылыми ұйымдастырылған жүйеде тіркеу, жинау тәсілі айтылады. Мысалы, жаңа туған баланы тіркеу кезінде оның өз аты жөні, туған күні, айы, жылы, ұлты, ата-анасының ұлты, білімі, жұмыс істейтіндігі және басқа фактілер жазылады. Статистикалық бақылауды жүргізу, оның бағдарламаларын дұрыс ұйымдастыру өте күрделі және көптеген білікті мамандар мен ғылыми мекемелерінің қатысуы арқылы жасалынатын жұмыс. Себебі кез келген статистикалық бақылаудың өзіне тән бағдарламасы, ұйымдастыру жоспарлары болуы керек. Ол үшін әртүрлі дайындық жұмыстар жасалынады. Жалпы алғанда, статистикалық бақылаудың алдына қойған негізгі мақсаты зерттеліп отырған объектілер туралы шындықты, нақты, дәлдікпен көрсететін, ғылымға негізделген, сапалы мәліметтерді белгіленген мерзімде жинау. Халық шаруашылығы үшін зерттеліп отырған қоғамдық құбылыстар мен процестердің негізгі мақсаты ғылыми және тәжірибелік бағалылығы жоғары болуы керек. Жалпы жиынтыққа әсерін тигізетін себептерді анықтау қажет және қоғамдық құбылыстар мен процестер туралы ұдайы өзгерсе болатын сапалы мәліметтермен қамтамасыз етілуі тиіс. Себебі дұрыс ұйымдастырылмаған, толық қамтылмаған және жан-жақты қарастырылмаған бақылау процесіне талдау жасағанда нәтижелі қорытынды шықпайды. Мұндай жағдайда статистикалық бақылау өзінің әлеуметтік экономикалық маңызы мен мәнін жоғалтады. Статистикалық бақылау арқылы жиналған мәліметтер шындықты, дәлдікті көрсету үшін оның сапалылығы жан-жақты ұқыпты түрде әрі өз уақытында тексерілуі тиіс. Өйткені бақылау көрсеткіштеріндегі орын алған жетіспеушіліктер, кемшіліктер, ауытқушылықтар өңдеу процесінде толық түзету жасауға мүмкіндік бермейді. Осының салдарынан ғылыми негіздегі қорытынды және экономикалық баланс жасауымыз қиындыққа әкеліп соғады, тұйыққа тіреледі. Статистикалық бақылау ғылыми негізде алдын ала жасалынған бағдарлама әдістеме негізінде ұйымдастырылған түрде жүргізілуі тиіс және одан алынған мәліметтер дұрыс шешім қабылдау үшін қолданылуы керек. Сонымен статистикалық бақылау кезінде бастапқы жиналған көрсеткіштерде көптеген кемшіліктер кездесетін болса, онда бақылау жұмысының қорытындысы нәтижесіз болып шығады және алдына қойған мақсатына жете алмайды. Мұның барлығы бақылау бағдарламасы мен ұйымдастыру жұмыстарының дұрыс жолға қойылмағандығынан туындайды. Бақылау уақыты.
Бақылау уақыты ол объективті және субъективті болып екіге бөлінеді. Объективті түріне бақылау мәліметтеріне қатысты уақыт, мысалы шығарылған өнімді есепке алу. Ал субъективті бақылау уақытына бақылау жүргізілетін уақыт аралығы, мысалы халық санағы, мал санағы. Статистикалық бақылауға қойылатын талаптар. Статистикалық мәліметтердің толықтығы және практикалық құндылығы, мәліметтердің дұрыстығы және дәлдігі, уақыт және кеңістік өлшемдері бойынша мәліметтердің салыстырмалы болуы, бақылау жүргізілетін жиынтықты іріктеудің негізгі болуы, жалпы жиынтықты сипаттауы. Статистикалық бақылаудың формасы статистикалық есеп беру және арнайы ұйымдастырылған бақылау болып екіге бөлінеді. Статистикалық есеп беру. Біздің қоғамымызда статистикалық есеп беру статистикалық бақылаудың негізгі формасы болып саналады. Себебі бастапқы мәліметтердің көпшілігі бухгалтерлік есеп беру формалар арқылы жиналады. Демек, есеп беруде кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдар, ұжымшарлар мен кеңшарлар және тағы басқа да өз жұмыстары туралы міндетті түрде арнайы бекітілген құжаттар үлгісінде және белгіленген уақыт аралықтарында керекті мәліметтерді статистика орындарына немесе тиісті орындарға тапсырып отыруды айтамыз. Халық шаруашылығы салаларының барлығы бекітілген үлгіде және көрсетілген уақытта міндетті түрде есеп беруі тиіс. Және ондағы көрсетілетін көрсеткіштердің барынша айғақта дұрыс болғаны жөн. Оның дұрыстығына мекемелер мен кәсіпорындардың және шаруашылықтардың басшылары мен бас бухгалтерлері немесе бас экономистері жауап береді. Бухгалтерлік есеп беру формалары статистикалық мәліметтерді жинаудың негізгі көзі болып табылады. Мұндағы көрсетілген сандық көрсеткіштер бастапқы ресми құжаттар негізінде бекітілген үлгі ретінде әрбір халық шаруашылық салалары бойынша аудан, қала, облыс, республика көлемінде жинақталады және қорытындыланады. Жалпы алғанда есеп беру формаларының көпшілігі бір не екі мекен-жайға, статистика орындарына және сол мекеме кәсіпорындар бағынатын жоғары орындарға жіберіледі. Кейбір жағдайларда басқа органдарға да тапсырылады. Мысалы, Қаржы министрлігіне тапсырылатын бухгалтерлік жылдық есеп беру формалары. Сонымен әрбір мекеме, кәсіпорын, ұжым және шаруашылық өздерінің экономикалық өзгерістері туралы, яғни жетістіктер мен кемшіліктерін есеп беру формалары арқылы жан-жақты қарастырады. Ал оған бақылау жасау, басшылық ету, ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу Қазақстан Республикасының ұлттық статистика агенттігі мен оған тікелей бағынышты статистика органдарына жүктелген. Арнайы ұйымдастырылған бақылау. Әлеуметтік экономикалық құбылыстар мен процестер туралы маңызды да мәнді мәліметтер есеп беру формаларында толық көрсетілмеген жағдайларда немесе есеп беру арқылы жинауға мүмкіндік жоқ болса, онда сол керекті мәліметтерді жинау үшін арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау жұмыстары жүргізіледі. Мысалы, әр отбасында бала санын немесе әр отбасының азық-түлік және өнеркәсіп тауарларын тұтынуы туралы мәліметтерді тек арнайы ұйымдастырылған бақылау орындары ғана жинауға болады. Кейінгі кезде біздің республикамызда әртүрлі арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау жұмыстары жүргізілуде. Мысалы, оған халық санағы, орнатылмаған құрал-жабдықтардың санағы, мал санағы, құнды материалдарды түгендеу, жұмысшылардың, қызметкерлердің және ұжымшар мүшелерінің отбасы бюджетін зерттеу және тағы сол сияқтылар жатады. Осының ішінде ең негізгісі 9 және 10 жылда бір рет жүргізетін халық санағы. Осындай арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау жұмыстарының арқасында біз есеп формаларында көрсетілмеген көптеген қызықты мәліметтерге кез боламыз. Оны мемлекетіміздің болашағы үшін әлеуметтік экономикалық жағынан
бағдарлама жасауға, басқару істеріне толығымен қолдана аламыз. Кейбір жағдайларда арнайы ұйымдастырылған бақылау арқылы есеп беру формаларындағы көрсеткіштердің дұрыстығын тексеруге болады. Бұған мысал ретінде кәсіпорынның, мекеменің немесе ұжымның құнды заттары мен бағалы бұйымдарын түгендеуді тізімге алуды айтуға болады. Демек, әрбір жүргізілетін арнайы ұйымдастырылған бақылау жұмыстарының жоғары сапалы болып өткізілуі оған дейінгі жүргізілген даярлық жұмыстардың дәрежесіне және оның дер кезінде орындалуына тығыз байланысты. Статистикалық зерттеу тәжірибесінде бақылау бағдарламасы жасалғаннан кейінгі шешуші жұмыстардың бірі бақылаудың түрін анықтау. Ол бақылауды жүргізудің алдына қойған мақсатына байланысты. Статистикалық бақылауды жүргізу кезіндегі зерттеліп отырған заттың, объектінің, жиынтық бірліктерінің толық қамтылуына, яғни тіркелуіне қарай, жаппай және жартылай бақылау болып екі түрге бөлінеді. Жаппай бақылау кезінде зерттелуге жататын жиынтық бірліктер толығымен түгел тіркеуге алынады. Оған мысал ретінде халық санағын немесе кәсіпорындардың, мекемелердің, ұжымдардың және тағы басқа белгілі бір уақыт мерзімде жүргізіліп отыратын есеп беру формаларын алуға болады. Сондықтан жаппай бақылау бастапқы деректерді жинаудың негізгі көзі болып саналады. Сондай-ақ статистикалық зерттеу жұмыстарында жиі қолданылады. Жартылай бақылау кезінде зерттелінетін жиынтық бірліктердің белгілі бір бөліктері ғана қамтылады. Жартылай бақылау арқылы жиналған мәліметтер жаппай бақылау мәліметтерімен салыстырғанда көлемі жағынан аз болады. Бірақ осы тәсіл арқылы жиналған мәліметтердің қорытындысы жалпы жиынтық көрсеткіштеріне жақын болуы тиіс. Яғни оны жаппай жиынтық қорытындысы ретінде толық түріндегі қолдануға болады. Зерттеліп отырған жиынтық бірліктерін толық қамту мүмкіндігі болмаған жағдайда және шығын құны мен жұмыс көлемін көбейтпеу үшін жартылай бақылау әдісі қолданылады. Сондай-ақ бұл тәсіл жалпы бақылау арқылы жиналған мәліметтердің дұрыстығын тексеру үшін пайдаланылады. Есеп берудің негізгі ерекшеліктері: бақылау бірлігі есепті міндетті түрде береді, есеп құжаттарға негізделіп жасалынады, есепке басшының қолы қойылып, заңды түрде расталады. Статистикалық бақылау түрі екі факторға байланысты анықталады. Бірінші, жиынтықтағы бірліктерді қамту дәрежесіне байланысты. Екінші, мәліметтерді тіркеуге алу уақытына байланысты. Бақылау түрі: бірінші фактор бойынша жаппай бақылау, жартылай бақылау, ішінара бақылау, монографиялық бақылау, жиынтықтың негізгі бөлігін бақылау. Бақылаудың екінші факторы бойынша ағымдағы бақылау, мерзімдік бақылау және бір жолғы бақылау болып бөлінеді. Ағымдағы бақылау үздіксіз болады да, ал мерзімдік бақылау мен бір жолғы бақылау ол үздікті бақылау болады. Бақылау тәсілдері: тікелей санау, өлшеу, құжаттық, сұрақ-жауап. Сұрақ-жауапқа экспедициялық ауызша сұрау, өзіндік тіркеу және корреспонденттік. Статистикалық бақылау бағдарламасы. Бақылау бағдарламасы деп бақылау барысында бақылау бірліктеріне қойылатын сұрақтардың тізімін немесе тіркеуге алынатын белгілердің тізімін айтады. Статистикалық бақылау объектісі деп зерттелетін әлеуметтік экономикалық құбылыстар мен процестерді айтады. Статистикалық бақылау бірлігі деп белгілері тіркеуге алынатын, яғни бастапқы статистикалық мәліметтер жиналатын бақылау объектілерінің құрамындағы элементтерді айтады. Бақылау бағдарламасындағы сұрақтардың жауабын жазу үшін қолданылатын белгілі бір нысандағы арнайы құжатты формуляр дейді. Бақылаудың ерекшелігіне байланысты формуляр әртүрлі аталады: бланкі, форма, сауалнама, карта, санақ қағазы.
Бақылау бағдарламасын құру принциптері. Бағдарламада зерттеуге сөзсіз қажет сұрақтар ғана болуы тиіс. Бағдарламаға дәл жауап алатын сұрақтарды ғана енгізу қажет. Бақылау бағдарламасын бір сұрақтардың жауаптары арқылы екінші бір сұрақтардың жауаптарын тексеруге болатындай етіп құру орынды. Бақылау қатесі. Көрсеткіштің бақылау нәтижесінде алынған мәні мен нақты мәнінің айырмасы. Іріктеліп, бақылауға алынған жиынтық бөлігіндегі зерттелетін белгілі мәннің негізгі жиынтықтары, оның нақты мәнінен ауытқуын репрезентативті қате дейді. Репрезентативті қате тек жартылай бақылау кезінде болады. Мұндай қателер негізгі жиынтық бір бөлігі ғана зерттелгендіктен болады. Тіркеу қатесі. Бақылау барысында деректерді дұрыс анықтамағанда, дұрыс жазбағанда болады. Тіркеу қатесінің түрлері кездейсоқ және жүйелі қате болады. Кездейсоқ қателер қызметкер біліктілігінің төмендігінен жұмысқа ынтасыз болуына байланысты жіберілуі мүмкін. Жүйелі қателер әдейі жасалған және байқаусызда, абайсызда жіберілген қате болады. Статистикалық бақылау мәліметтерін тексеру жолдары. Қисынды түрде тексеру және арифметикалық тексеру. Қисынды түрде тексеру дегеніміз статистикалық бағдарламада көрсетілген сұрақтарға қайтарылған жауаптардың өзара байланыстылығын бір-бірімен салыстыру арқылы жіберілген қатені түзету. Мысалы, халық санағы кезінде жас мөлшері мен білімін салыстыру арқылы жіберілген қатені анықтаймыз. Егер баланың жасын туған жылы бойынша жасы 10-да, ал білімі жоғары деп көрсетілсе, онда жасына лайықты білім дәрежесін көрсетуде қате жіберілгендігін оңай анықтауға болады. Есептеу арқылы арифметикалық тексеру. Мұнда жалпы жиынтық көрсеткіштеріндегі жіберілген қателерді түзету үшін орташаманы және процентті қайта есептеу тәсілін қолдану арқылы түзетулер енгізіледі. Бұл тәсіл әрбір кәсіпорынның, мекеменің, ұжымның немесе шаруашылықтың есеп беру формаларындағы сандық көрсеткіштерді тексеру кезінде жиі қолданылады. Статистика органдары жоғарыда көрсетілген тексерулерден бөлек, бірізді және жоспарлы түрде әрбір мекеменің, кәсіпорынның, шаруашылықтың есеп беру формаларындағы көрсеткіштердің дұрыстығын тексереді.